Еңбектің наны тәтті. 51-ші сабақ. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқы. Дастархан басында айтылатын тағы қандай жақсы сөздерді білесің? Бізде дастархан басында ас болсын, дәмді болды, рахмет деп айтамыз, иә? Осы сөздерді жиі қолданамыз. Спандияр Көбеев деген ақынмен танысамыз. Балалар жазушысы, аудармашы, қазіргі Қостанай облысының Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Жазушының «Үлгілі бала» атты кітабы бар. Спандияр Көбеев 1878-1956 жылдар аралығында өмір сүрген. Түскі тамақ пен кешкі тамақ деген мәтінмен танысайық. Таңертең бала ешбір жұмыссыз үйде отырды. Түскі асты ішетін уақытта шешесі ет пен сорпа келді. Бала сорпаны татып көрді де, «Бүгін сорпа дәмсіз екен», деді. «Бұл дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа пісіріп беремін», деді шешесі. Түскі тамақтан соң әкесі шөп тасыды. Баласы әкесіне көмектесті. Шөптің төбесіне шықты. Әбден шаршап, кешке үйіне келді. Шешесі түстен қалған сорпаны, нанды дастарханға қойды. Баласы сорпаны татып байқады да, «Түстегі сорпадан мына сорпа дәмдірек», деді. Сонда шешесі, «Бұл түстегі сорпаның қалғаны еді. Сен түстен кейін жұмыс істеп қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Содан саған бұл сорпа дәмсіз болды», деді. Спандияр Көбеев деген жазушының мәтіні. Енді оқиға қалай басталды? Оқиға баланың үйде отырғанынан басталды. Анасының пісіріп берген сорпасын ішіп, оған дәмсіз көрінгеннен басталды. Бала неліктен сорпаны ұнатпады? Себебі бала үйде отырып жұмыс жасамай, оған сорпа дәмсіз көрінді. Дастархан басында өзіңді ұстай біл деген тақырыпта ереже жазуға берген. Жазып көрейікші? Бірінші, ұялы телефонды дыбыссыз режимге қойып, қалтаңызға салып қойыңыз. Қандай қасық болмасын, оны әрқашан оң қолыңызда ұстаңыз. Қонақта болғанда ешқашан тамақ ішуден бас тартпаңыз. Бас табаққа жақын болсаңыз, алдымен алшақ отырған адамдарға салып беріңіз. Дастархан басында тіке отырыңыз, орындыққа сүйенбеңіз және шынтағыңызды үстелдің үстіне қоймаңыз. Ет жеу кезінде пышақ пен шанышқыны қолданыңыз. Міне осы ережелерді біздер мүмкіндігінше сақтауымыз керек. Мәтіннен анасының түстен кейінгі айтқан сөзін табы оқы дейді. Мәтінде анасы не деп айтты? Өз ойымызды айтып көрейік. Мәтінде анасы, сен еңбек еткеннен кейін саған тамақ дәмдірек көрінді, деді. Еңбек етудің денсаулыққа пайдасы бар ма? Еңбек етсек, біздің денеміз шынығып, бойымызға қанымыз жүгіріп, деніміз сау болады. Сондықтан еңбектің наны әрқашанда тәтті болады.